армысыздар. Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңарқа аудандық тарихи-өлкетану музейі сіздерді қазақ ұлттық дәстүр бұйымдарымен насихаттау мақсатында киіз үй бұйымдарымен таныстырып өткім келеді. Соның ішінде жастық ағашқа тоқталып өткім келеді. Музей экспозициясындағы жастық ағашты қолөнер шебері жерлесіміз ауданымыздың тумасы Ғафиз Оспанов жасаған. Бұны әртүрлі өрнектермен әшекейлеп, жерде барыстың суретін бейнелеген. Екі шеті мына ағаштарын малдың сүйектермен көркемдеген. Жастық ағаш жер төсекте жатқан адамның басын биіктету үшін жастықтың астына қоюға ыңғайлап жасалған тиянақ ағаш. Жастық ағаш кәдімгі ағаш төсектің сынар басы, жоғарғы басы. Оның екі аяғы жастықты жерге түсірмей тіреп тұратын тақтай кермесі және жастықтың астына қоюға лайықтап жасалған көлбеу тақтай төсеніші болады. Жастық ағаш тұтас, ағаш төсекке қарағанда әрі ықшамды, әрі жеңіл болғандықтан көшпелі тұрмыста көп пайдаланылған. Келесі таныстыратын құс төсек. Құс төсек арасына құстың қаусыны салынып тігілетін көрпе. Құс төсекті көшпелі халықтар киіз үйді сыз өтпеу үшін төсеген. Негізінен дәулетті адамдар пайдаланған. Құс төсек сырып тігілмейді. Өйткені ішіндегі құстың мамығы қолмен тегістеуге ыңғайлы болады. Құс төсекті тауық, қаз, үйрек сияқты үй құстарының мамық қаусындарымен жасайды. Құс төсек құс жүнінен жасаған жұмсақ төсеніш. Үлкендігі оны төсейтін төсектің үлкен кішілігіне қарай әртүрлі болады. Қалың матадан ұзындығы мен енін төсекпен бірдей етіп, үлкен қанар тігеді де, оның ішіне құстың жүнін толтырады. Құс төсектің сыртын тағы бір қабат асыл матамен тыстайды. Құс төсек тек жұмсақтығымен ғана емес, жылу сақтығышымен құнды. Құс төсекті үнемі далаға, таза ауаға жайып тұру керек. Өйткені құс төсек айтып өткеніміздей құстың қаусындарынан жасалған. Әрі ол кішкене көтеріледі, кеуіп, адам денесі жатқаннан кейін адамның денесіне терлейді, содан дымқыл тартады. Сол себептен жиі қағып, сілкіп, қопсытып тұрғаны абзал. Назарларыңызға рахмет.